34-ші сұрақ. Әже бір шелек жидек теруге 4 сағаттын, ал немересі 6 сағаттын жұмсайды. Егер екеуі бірігіп жинаса, шелектің 3/1 бөлігін қанша уақытта толтырады? Сонда, қараңыз. Бір шелекті сізге салайын. Мысалы, 2 шелек бар, е? Бір шелек болсын. Осы бір шелекті әже 4 сағатта жинайды, ал немересі 6 сағатта жинайды. Енді, сонда, егер әженің уақыты 4 сағат болса, бір шелек жинау үшін, ал немеренің уақыты 6 сағат болса, ол дегеніміз, қараңыз, егер мынам бір шелегі 1/2 шелек болса, 4 сағатта әже барлығын жинаса, ол дегеніміз, әженің өнімділігі немесе жинау жылдамдығы 4/1 бөлігі сағатына. Сонда, ол дегеніміз, әже осы шелектен 4/1 бөлігін сағатына жинайды. 4/1 қосу 4/1 қосу 4/1 қосу 4/1, 4 рет қосқанда оны 1/2 шығады. Сонда ол 4 сағатта барлық шелекті жинай салады. Оның немересі, егер 6 сағатта барлығын жинаса, ол дегеніміз 6-дан 1 бөлігін 1 сағатта жинайды. Енді қараңыз. Олар бірігіп, осы шелек жидекті жинаса, осы жылдамдықтарын бір-біріне қосу керекпіз, олардың өнімділіктерін. Бірінші амалымыз сонда 4/1-ді қосу керекпіз 6-дан 1-ге. Ортақ бөлімі осы сандардың ол 12, мына жерге 3 береміз, мына жерге 2 береміз. Шығады 12-ден 5. Сонда 12-ден 5 бөлігін сағатына олар 1-ге жинайды. Жылдамдығы 1-ге. Енді 1-ге жылдамдығы осындай болса, олар 1/2 шелекті неше сағатта жинайтынын табу үшін осы жұмысты барлық шелекті 1 сағатта жинайтын бөлігіне бөлу керек бізді. Одан бізде уақыты шығады. Неше сағатта екеуі бірге 1 шелек жидекті жинайды. 1/2 бөлінген 12-ден 5-ге. Ол 1 көбейтілген 5-тен 12-ге, немесе 2/5-тен 2. 2/5-тен 2 сағатта ол екеуі бірге, әже және немересі осы 1 шелек жидекті жинайтын уақыты. Міне, 2/5-тен 2 сағат. Т1-ге, ол 1 шелекке. 1-ге 1 шелекке. Сонда 1 шелекті олар осы уақытта жинайтын болса, мына жақта сұрағында 3/1 бөлігін қанша уақытта толтыратынын сұрап отыр. Сонда, егер барлық шелекті осы уақытта толтырса, 3/1 бөлігін 3 есе кем уақытта толтырады. Сонда, осы 2/5-тен 2 немесе 10-нан 4-ті бөлеміз 3-ке, шығады бізде 0,10-нан 8 сағат. Неге бөлеміз 3-ке? Өйткені бұл жақта 3/1 бөлігі 1/3-нен 3 есе кем. Сол үшін 3-ке бөлгенде 0,10-нан 8 сағат шығады. Ол сағат пен уақытты екеуі бірге 3/1 бөлігін қанша уақытта жинайтыны. Бірақ мына жақта 0,8 сағат жоқ. Оны 60-қа көбейтсек, шығады 48 минут. 48 минут немесе 0,8 сағат, ол 1-ге 3/1 шелекті жинайтын уақыты. 3/1 шелекке олар 48 минуттың жұмсайды 1-ге. Жауаптардың ішінен С жауабы 48 минут дұрыс.